Астана ақшамы осыдан тура 30 жыл бұрын қазан айында 90 жылы осы тарихын айтқан кезде оны тәуелсіздіктің ақ жолтайы сияқты соның бір хабаршысындай болып, соның қарсаңында дүниеге келген басылымды мақтаныш етеміз. 30 жылдың бедерінде бас қаламыздың шежіресін жазып келе жатыр. Бас қаламыздың осы тыныс-тіршілігін бірге өсіп, бірге өркендеп келе жатқан басылым. Соның шежіресі деп айтсақ болады шын мәнісінде. Өйткені мұның ішінде түгел осы қалаға қатысты не мәселе бар. Соның барлығы көрсетіліп келе жатыр. Оның ішінде енді оның жетістіктері, жақсы жақтарымен қатар қандай проблемалар бар. Мысалы, жұрт не айтып жатыр деген біздің газеттің тігінділерін ақтарып қарасаңыздар, сол түгел көрініс тапқан. Бұл тарихи шешімді елбасы тәуелсіздік алғаннан кейін көп ұзамай аса қиын кезеңде қабылдады. Дәл сол кездерде, мәселен, мына осы арқада тұрған Торғай облысы жабылды, Жезқазған облысы жабылды. Соған байланысты көпшілік жаңа Астанаға қарай бет бұрды. Кадрлардың көпшілік, тек журналист кадр емес, басқа да кадрлардың бәрі, мұғалімдер болсын, дәрігерлер болсын, көпшілік енді жұмыс іздеп келеді ғой. Міне солардың барлығы осы Астана ақшамында тоқайласты деп айтуға болады. Бұл кезде газеттің редакторы Жұмагүл Сауқат, Мағжан Садыханұлы, сосын елімізге белгілі журналист, қазір сенатор болып отқан Нұртөре Жүсіп, мысалы біздің басылымда осындай белгілі тұлғалар еңбек еткен. Осы басылымды журналистиканың ұстаханасы деп айтуға да болады. Тәуелсіздік алмай тұрып құрылған басылымның енді елдің еңсесін оятуға, жұрттың Қазақстанның орталығына жиналуға қосқан үлесі үлкен деп ойлаймыз.